Ассалаумағалейкум қыздар мен жігіттер, қалайсыздар, амансыздар ма? Бәйдібек ауданы. Мінекей, жігіттермен бірге мал бағып жатқан жерге келдік. Предложениялар тастап жатыр да. Қалай болады екен? Осы жерде мал басын көбейтсеңіз қалай болады деп. Біз өкіметке сеніп отырмыз ба десек, бұлар да өкіметке сеніп отыр екен ғой. Таза лай мен сенген мына жер. Екіге бөлініп, мына жаққа шөп жинайды екен. Мал бағу оңай емес, пейнеті көп. Айдалада ешкім жоқ, өзіңмен өзің. Сен және малдар. Үстіп, ат терлетіп, көтен терлетіп, пейнетін төгіп, терін төгіп, істеп жатқан кезде қалада отырып алып, неге андай, неге мұндай деп біз ода оттай береміз. Оңай емес қой. Мынандай жерде байлап қойсаң да тұрмайсың ғой, цивилизация жоқ. Біз болсақ үйттіңдер, бүйттіңдер деп. Малшылардың еңбегін бағалау керек. Қазір әшейін мынандай машинаға мініп алып келгенше шаршап кеттім. Әшейін келгенше шаршап кеттім. Сен айтсам, этаж үйде тұрып аламыз да, анау мынау деп айтып отырамыз. Осыны жерге келіп мал бағасың ба, айтшы. Мен қорам қаланың ортасында болғаннан кейін білінбейді да. 20 минутта қорада болам, үйден шығып. Мына жаққа ат терлетіп, қазір біз 2 сағат жол жүрдік па, оның жарты сағатын жол жоқ жерде топырақпен жүріп келдік. Малшының еңбегін бағалаңыздар, оңай емес.